2, 3. Tаңертең мына нәрсені міндетті түрде ішіңіз. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам денсаулыққа қатысты сүннеттері мен кеңестері қазіргі таңда ғылыммен дәлелденіп, медицинада кеңінен қолдануда. Солардың бірі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі күн сайын аш қарынға ішкен бал қосылған су. Оны барлық дертке дауа дәрі десек қателеспейміз. Себебі оның денсаулығымызға тигізер пайдасы жетіп жығылады. Асқорыту жүйесін жақсартады, иммунитетті жақсартады, тұмау, бронхит, тыныс алу жолдары ауруларын жояды, ағзадағы зиянды бактериялар мен паразиттерді жояды, артық салмақтан арылтады, жүрек ауруларын алдын алады, әлсіздікті жояды, қандағы холестерин мөлшерін реттейді, сондықтан қан қысымы да қалыпқа келеді. Шаш түсуін тоқтатады, тіс ауруын болдырмайды, обырдың алдын алады, жастықта сақтайды, тағы басқа ауруларға ем. Кез келген ауруды болдырмау үшін немесе емдеу үшін бал қосылған 1 стакан жылы суды аш қарынға ішу керек. Шаш, бет, тері күтіміне де аса пайдалы. Пайдалы кеңес ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Сонымен қатар, осы видеоның ссылкасын достарыңызға, жақындарыңызға жіберуіңізді өтінемін.